исламның кереметтілігі мәселені детально шешіп тастамайды. Жалпылама негізгі қағидаттарды айтады, ары қарай өзімізге қалдырады. Кейбір дүниені ғылымға қалдырады, кейбір дүниені тәжірибеге қалдырады, кейбір дүниені салтқа қалдырады, кейбір дүниені адамның өзіне қалдырады. Өйткені сенің ситуацияңды пайғамбар да түсінбеуі мүмкін. Түсінікті? Сол үшін де жүрегінен, көңілінен пәтуа сұра деп айтқан ғой кейбір сахабалар. Пайғамбарымыз хадистерін қалғандай қасиеті, сакрализация береді, қатты қасиет етіп айтқан бәрін істей береміз деп қалдайды, бірақ істе, бірақ аманы не үшін берді? Ешбір жаратылысқа бермеген ақыл деген нығметті Алла Тағала бізге берді. Демек, сол үшін ақыл мен нақылды түсінуіміз керек. Оны жалаң түсінсек, көбіне қателесеміз. Ол біз емес. Ибн Жаузи дейтін, анау 6-шы ғасырда, Ибн Қайым Жаузи емес, Ибн Жаузи дейтін, анау 6-шы ғасырдың соңында өліп қалған ғалым бар, соның Тәлбисул Иблис дейтін кітабында мұхаддистердің өзін тасталған болады. Сынайды. Неге? Олар тек риуаятпен шұғылданды, мәтінді жеткізді, бірақ мәтінде не келгенін түсінбей, қателесіп, сонымен амал еткен өздерінше. Кейбір мұхаддистер. Сол мұхаддистерді сынайды, қатты сынайды. Кейбіреулер жылдар бойы бір хадиспен қате амал еткендігін мысал қылып айтатын. Демек, сол үшін де хадисті түсіну өте маңызды. Түсінген кезде біз дұрыс діни түсінік қалыптасады.